Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бегас Казак Дракон деген бұл менің аккаунтым. Біз бүгін Перекоп жолын бірінші бөлім бастайтын боламыз. Ал біз болсақ Перекоп жолына кеттік. Мен осы автопаркында пикап көлігін сататын боламын. 2.5 КК-ға сатып шештім. 2.5 КК 3 КК арасында. Бұның 3,5 мыңға кезінде қымбат кезінде алып қойғанмын. Енді осыны сатып көреміз енді. Қазір көреміз, рынокта сатып тест дайындап алдым. Кірместен бұл видео түсіруді ұмытып кеттім. Бұл авторынокта маған скамщиктерді кездесті. Мен оны атымен лақтырып анау мыналар жүргендерде болды. Қарап скамщик болды, анау болды, мынау болды. Абайламасаңыз скамщиктер көп авторынокта. Общем, осылай мен әрі түрінде жазып әрі тұрдым, бері тұрдым. Бұл машинаны тұрғанның видеоға бар жоғы 4-5 минуттан ғана түсірдім. Өйткені бұл машинамен 2 сағат тұрған болатын. Әрі тұрдым, бері тұрдым, сені сұрайып тұрдым. Артын сұрайып біреу 2 қалдырып, біреу 1.5 сұрайып, біреу 2 сұрайып. Нақты бір нәрмен сумаға ұстатпаған болмады. Ұстаймен осы дайға көрдім енді рынокта сатайын деп. Рынокта кезінде алдым. Мен шыққан уақытында 3,5 миллион болып өтсін себебі осы пикап. Ол пикапты мен сата алмайсам бірдеңесін ұлт көретін боламын. Үшін сатып жатыр. Енді қа дейтін себеп болса мен бизнес ұстауға зат істеп жатырмын, ақша жинап жатырмын. Ол бизнеске ақша керек болып тұрған. Ол бизнеске кемінде 50 КК жинау керек болып тұр бизнеске. Ол бизнесте екінші сырада етмауымыз Перекоп жолы екінші сырада ететін болады. Тұра береміз. Чак оның өзі келеді. Чита северін ойнаймыз. Чита северіндегі Чак оның өзі келіп бағасын көреді. Оны түсіруді ұмытып кетіппін, бірақ бағасын әрі келіп бері келіп көп адам түсіреді бағасына. Мен ақыры сатайын сатайын. Ешкім сатып таппадым. Мен сумасы сатып алатын адам таппадым осы уақытқа дейін. 2 сағат ішінде біреу бір нәрмен сумасы алған жоқ. 2-2 максимум. Оны видео түсірген жоқ. Нәрмен сума емес деп. Сөйтсем ешкім сұраған жоқ. Бағана біреуге 2.5 сіліп кетті. Сол кезде мен 3 КК деп қатайып тұрып алып едім. Енді сата алмай жатырмын. Басқа келіңіздер рынокқа. Рынокқа келіңіздер тұрып алып енді осы рынокта тұратын боламыз. Рынокта тұру оңай емес. Қарайған уақыт құртасын, машина сату керек, Перекоп шығу керек. Мен осыдан Перекоп деп есе алмадым, бірақ 50 КК-дай жинау болу керек болып тұр. Перекоп жолындағы біздің целдеріміз екінші бөлім, үшінші бөлімде айтатын боламыз. Менде 2-3 цел бар. Сода бақыла бәрін айтып кететін боламын. Осы менің каналымды қолдап кетейік. Мен осы машинаны тұрған кезде ақыры аукционға апаратын болдым. Аукционға салып көрейін дедім да, просто мен аукционға қаншаға бағаланып қалады екен деп көрейін дедім. Аукционға бесіп баратыр едім. 2,5 миллионға қойып көретін боламын. 2,5-2,6 миллионға қоямын. Кім алады екенін көретін боламыз.
Оны кім алады екенін келесі екінші часто боламын. Қаншаға енді бүйтіп мына домды қара кино домдарға көріп шықтым. Бағасы нормаль. Бірақ бізге дом керек емес, бізге бар жоғы 20 лям керек болып тұр. Кирков жолын ары қарай ағызып кете беремін, ақша жинап алайын деп. Өйткені бізге қазір дом анау ешті керек емес, бізге қазір біздің жағдайымызда. Өйткені дом алсақ, қазір біз сатпақ болады. Үшін бизнес ала алмай қаламыз. Қиналып қаламыз, ақша сату керек болады. Мен соны ойлап дом алған жоқпын. Ана машинді 2,5 миллионға, 2,6 миллионға салам. Өсіп кетсе өткені, өтпесе әрине қайттан көретін боламыз. Ал енді 3 час күту керек болып тұр осыны. Мен осыны салдым. Мені лайк басып қолдап кеткендеріңді өтінемін. Келесі видео тез шығады сол кезде. Ал енді мені қолдайсыздар деп ойлаймын, өйткені мен жаңадан бастаған блогер болатынмын. Ал енді біздің алғашқы видеомыз. Біз аукционда қарайтын боламыз бизнестерді. Сіздерді аукционнан әрі бері қарап машинаны 2,6 миллионға салдық. Ал енді бұны салған себебіміз өйткені біз біз сөйтіп әрі бері магазинге салып көрдік. Үшін енді біз не істеп бересіздер. Мен осыны сатылған күтемін енді. Үшін мына жерден қарап жүріп анау қара киноның қай домы сияқты. Домы қарасам ол болса кішкентай дом сияқты. Үшін мен түсіндіріп алғаным бекер. Қош сау болыңыздар.